Сөз Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы арнайы прокурорлар қызметінің басшысы Ризабек Ожаровқа беріледі. Ризабек Кәрімұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Осы жылдың 7-8 ақпанда Қордай ауылдауының 3 ауылында 2000-нан астам адамнан қатысуымен жаппай тәртіпсіздік орын алғаны сіздерге белгілі. Нәтижесінде 11 азамат қаза болды. Олардың 10-ын өлтірген. Бір адам өртенген сауда үйінің құлауы салдарынан қайтыс болған. 140 азамат және 20 полиция қызметкері әртүрлі жарақат алды. 164 тұрғын үй және сауда объектісі, 100-ден астам автомашина бүлінді. 342 жәбірленуші деп танылды адам. 400-ден астам әртүрлі сот сараптамалары жасалды. 1,5 мыңнан астам адамнан жауап алынды. Тәртіпсіздіктерді бастаушылардың және оларға белсенді қатысушылардың жанжалдасушы екі тараптан да болған атап айту керек. Қылмыстық жауаптылыққа 59 адам тартылуда. Олардың арасында әртүрлі ұлт өкілдері, соның ішінде қазақтар, дүнгендер бар. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қордай оқиғасы бойынша қылмыстық істерді тергеп тексеру ерекше бақылауға алынды. Осы мақсатта бас прокурор арнайы прокурордың басшылығымен ведомство аралық тергеу тобын құрды. Біздер адам өлтіру, жаппай тәртіпсіздіктерге қатысу, полиция қызметкердің өміріне қол сұғушылық, ұрлық, тонау, қарақшылық және мүлікті жою фактілері бойынша 29 қылмыстық істеп тергеп тексеріп жатырмыз. Күш қолданған және масаншы Бұлар Батыр ауқатты ауылдары тұрғындарының мүлкін қиратуға, өртеуге, бұзуға қатысқан тәртіпсіздерге қатысушылардың негізгі бөлігі ол жастар, жұмыссыздар. Олардың арасында адам өлтіру, қарақшылық, бұзақылық, тонау, зорлау үшін соттылығы болғандары да бар. Тәртіпсіздік барысында қылмыстар денсаулыққа және азаматтардың мүлкіне барынша зиян келтіру үшін атыс қаруын, молотов коктейлі деп аталатын жандырғыш қоспаларын, тастарды және басқа қолда бар құралдарды пайдалану арқылы жасалынған. Күдікті адамдардың қатыстылығы куәлердің айғақтарымен, елді мекенде орналасқан бейне камералармен мен қасында болғандардың ұялы телефондарының құқыққа қарсы әрекетін түсірілген қолда бар бейне жазбалармен расталады. Жаппай тәртіпсіздіктерге әрбір анықталған қатысушының әрекетіне іс бойынша жиналған барлық дәлелдемелерді мұқият талдау жасағаннан кейін ғана баға берілді. Бұлтарпау шарасын теңгерімді қолданып отырмыз. Бостандықта жүрген 12 күдікті адамға жеке кепілгерлік түріндегі бұлтарпау шарасын таңдадық. Қордай ауданының тұрғындары арасынан сенімге лайық адамдары өздерінің сәйкес міндеттемені қабылдады. Кінәсін мойындағандары, тергеуге көмектескендері, қылмыс жасаудағы екінші деңгейдегі рөлдері, отбасылық және денсаулық жағдайлар ескеріле отырып, 8 адам қамаудан босатылды. Күзетпен ұстаудағы адамдардың құқықтарын іске асыру мақсатында карантин жағдайында барлық қамаққа алынғандарға туыстарымен бейне байланыс арқылы сөйлесуге мүмкіндік берілді. Ведомствоаралық тергеу тобы істің мән-жайларын толық, объективті және жан-жақты зерттеуді қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыруда. Басқа ақпарат қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Осы сәтті пайдаланып, көпшілікке үндеу жасағым келеді. Құрметті азаматтар, соңғы кездері әртүрлі адамдар тарапынан жүргізіліп отырған тергеп тексерудің объективті еместігі және ағаттықпен жүргізілу туралы расталмаған ақпарат айтылып жүр. Тергеу үшін барлық күдіктілер ұлтына қарамастан Қазақстан Республикасы азаматтары болып табылатын ерекше атап өткім келеді. Біздің негізгі заңымыз, Конституция, ұлтына байланысты жағдаяттар бойынша қандайда бір кемсітуге тыйым салады. Тергеп тексеру барысында біздер тек қана қылмыстық процестің заңнама нормаларын басшылыққа аламыз. Барлық күдіктілер білікті заңгерлік көмекпен қамтамасыз етілген. Олар қатысатын әрбір тергеу іс-қимылы адвокаттың көз алдында өткізіледі. Ведомствоаралық жедел тергеу тобы мүшелерінің құқыққа сыйымсыз әрекеттері туралы барлық хабарлама мен өтініштері мұқият тексеріледі. Оларға соның ішінде құқықтық баға беріледі. Қазіргі уақытта олардың
әрекеттеріне қандай да бір бұзушылықтар анықталған жоқ. Азаматтарды кез келген шынайы емес мәліметті таратпауға және тек қана ресми ақпаратқа сенуге шақырамын.